Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен бүгін сіздермен 11 сынып бойынша табиғат және адам тарауына берілген Қадыр Мырзалиннің Қызыл кітап поэмасын арқылы әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау, оқу мақсатын ашып, талдап, сіздермен бөліскім келіп отыр. Неге? Себебі оқу мақсаты бізді кішкентай ғана 40 минуттың өзінде сол үлкен мақсаттарға алып барады. Көп нәрсені үйретеді. Әдебиеттің өзі өзіңнің ұлтыңды, өзіңнің тіліңді, діліңді мойындау керек болса, міне дәл осы оқу мақсаты арқылы, дәл осы тақырып арқылы азаматтықты, сонымен қатар өзіңнің отанға деген сүйіспеншілігіңді, патриоттық сезіміңді дамытасыңдар деп ойлаймын. Осы мақсатта сіздер енді оның алдында, осы мақсаттың алдында, бұл бірінші сабағымыз емес, Қадыр Мырзалиннің Қызыл кітап поэмасы бойынша алдында сіздер шығарманың композициялық құрылымын, идеясын және өмірмен байланыстылығын талдап өттіңіздер. Бүгін дәл осы шығармадан, Қызыл кітап поэмасынан ұлттық құндылықты анықтаймыз және біздің осы ұлттық құндылығымыз, анықтаған ұлттық құндылығымыз әлемдік ұлттық құндылық болып табылады ма? Жалпы әлемде осы құндылықтар бар ма? Міне сол екеуін үндестіре отырып, қазақ әдебиетінің дегі осындай көтерілген мәселелердің орнын анықтай аламыз. Мысалға, бір ғана мысал айтайын. Шығармадағы ұлттық құндылық ретінде жануарларға деген, табиғатқа деген жанашырлық, азаматтық, бойымызда жасырынып жатқан азаматтық құндылықты бір құндылық деп алсақ, осы шығармадағы. Ал әлемдегі құндылықтар не? Әлемде де дәл солай. Бүкіл шет елдерде, бүкіл әлемде бұл жануарларға деген, табиғатқа деген жанашырлық болмаса, табиғат пен адам арасындағы баланс жоғалған болар еді. Біртіндеп жоғалады, өмір, тіршілік жоғалуы мүмкін еді. Міне, бұны әлем болып көтерілетін мәселе ретінде қарастыруымызға болады. Тағы бір айтылатын мәселе. Біздің қазір әдебиеттің жоғарылығын немен дәлелдегім келіп жатыр? Осы мақсат арқылы біздің ұлттық құндылығымыз әлемдік деңгейдегі құндылықтармен үндесетіндігін айта отырып, біздің ақын жазушыларымыз мәселені әлемдік деңгейде қоя білетін ақын жазушылар екендігін айтқым келіп отыр. Бұнымен тағы да біз ешкімнен кем емеспіз. Біздің қазағымыздың өрісі әлемдік деңгейге көтерілетіндей жағдайы, құрметі бар екендігін айтқым келіп отыр. Және әр оқушы, әр маман осы нәрсені түсінетін болса, еліміздің патриоты болатын болса, біз әлде қашан дамыған, ұлтымызды сүйген, елу елдің алдындағы мықты елге айналатынымыз мүмкін, әбден мүмкін, хақ деп сөйлегім келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.